Қараңыздар. Мынау маған айтады, по-русски говори деді. Я не понимаю ваш язык деді. Неге? Білмеймін кім екен. Жаңағы бір бала кетіп қалды. Қытайша сөйле деді. Ол кетіп қалды. Енді мінекей мынау сатқын. Қазақпын дейді. Ол айтады, қазір полицияға звондаймын дейді. Сізді 5 жылға отырғызады дейді. Мінекей бүкіл Қазақстан қараңыздар. Мінекей сатқындар арқылы бізге қытайлар бастап қытайша сөйлеңіздер деп Алматыда мен тұрмын. Орыстар басынады, орысша сөйлеңіздер деп. Мына қазақтың сатқыны айтып жатыр. Мінекей ата бабасының, ұлтының, мемлекетінің тілінің сатқыны мінекей мына сатқын қазақ. Полицияға звондаймын, 5 жылға отырғызамын деп тұр. Мінекей қараңыздар, бүкіл Қазақстан қараңыздар. Мына осыны көрсеңіздер, бетіне түкіріңдер, жігіттер. Мінекей, мына қазақ тұр, ауызын аша алмай, мінекей. Масқара енді, қалай, қорқақ, жалтақ қазақтар. Мінекей немене болып жатырмыз Қазақстан. Ойланыңдар.